Ассалаумағалейкум достар. Мен бүгін сіздермен бірге Counter-Strike ойынын ойнайтын боламын. Новая игра. Бірінші бөлімде уәде еткенімде сіздерге зомби ойында өзім зомби болып ойнаймын. Солай деп уәде бердім. Егер менің видеоны көргендер болса, мына зомби мәссаған достар. Көрдіңіздер ме? 300 өмірі. Аттан келе жатқан. Мені тоже өлтіріп қойды. Мына жақта біреу отыр. Әлсіз. Бұл да әлсіз пистолет. Бірінші раундта осылай зомбилер жеңеді. Себебі олардың тырнағы өткір. Уже екінші раундтан бастап қиындай түседі достар. Вот они, бүкілі 2000 сондайға автомат сатып алады. Тырнала, оқтап атқан кезде тырнала. Емес. Достар, қабаяй. Өліп қалдық, достар. Люди выиграли дейді еще. Достар. Кеттік тағы бір көрейік. 150 өмір бұл жол. Байқаймыз, оқ тегізбейміз. Оқ тегізбейміз. 59-ақ өмір. Атпа. Өлтір. Молодец, секіреміз. Секіріп. Оқ дейміз. Бәрін топ-топпен істейміз. Бүкіл секіреңізде мен қақ қойдым. Қалдық, достар. Опана. 8 скелет қана қалып қойды. Достар. Өте опасно болды. 6200 теңге бар. Біз 6200 теңге емес доллар болған еді. Айтпақшы достар. Айта кететін бір нәрсем бар сіздерге. Осы зомбиде 15 000 доллар максималмен біріншісі бөлімде айта кеткенімдей. Сол осы 15 000 доллар жинап, мынандай команда дегенге кіріп, адам болып алсақ, любой мысалы, Black Alpha, қара альфа болып алсақ, 15 000 долларымыз сол күйінде қалып, жаңа қару сатып алуымызға болады. Екіншіде мынаны көрейік. Ничья, достар. Мен әдейі дауысын азайтып қойдым, себебі ойының дауысы қатты шығып, менің даусым сіздерге естілмей кетуі мүмкін. Достар, өлтіріп тастадым. Мәссаған, достар, менің каналыма подписация етіп кетулеріңізді сұраймын. Менің каналымның аты Ибрахим КЗ, яғни Ибрахим KZ. Және де сонымен қатар лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал подписация дегенді білмейтін адамдар болса, қабаттегіне өліп қалдық. Подписация дегенді білмейтін адамдар болса, ол кезде подписация деген қызыл кнопка тұрады. Соны тұрғылып басып жіберсеңіздер, вы подписаны деген жазу шығады. Соның қасында қоңырау шыққан кезде соны басып жібересіздер да, сені 2 рет басасыздар. 2 рет бір сондай басасыздар. Сол кезде жазулар шығады. Соның ішіне бірінші тұрған все деген батырманы басасыздар.
солай менің арнама тіркеліп кете аласыздар достар. Біреуін өлтіреміз. Біреуін өлтіреміз достар. Ура! Опа-на! Оқтап болыпты резко. 57 умыр қалыпты. Давай! Скелет! Ат! Достар, мынаны ауыстырайық скелетке. Мүмкін сол жақсы ататын шығар. Достар, шамалы дауысын біреу аққа қойып қояйық. Ешіңіздер дауыс шықпай қалып отырса. Опа, достар. Міне. Кеттік. Кеттік. Давай. Давай. О! Достар. Тағы да өліп қалдық. Мәссаған достар. Крутой пистолет ұстап алыпты. Айтып қойайын, бұл ойында қалқан вообще көмектеспейді. Адам түгіл, зомбиге көмектеспейді. Зомбимен күресіп жатқан кезде көмектеспейді. Жаңағы адамды өлтіріп тастадық достар. Ес. Тем более бояп алыпты. Шама біледі. Соның арқасында туған мүмкіндік бар. Адамдардың қарау. Егер адам болсам, соны алар едім. Бірақ мен сіздерге берген уәдемді орындаймын, достар. Адам болып кетпеймін. Осы видеоның соңына дейін зомби болып сіздерге зомбидің қалай ойналатынын көрсетемін. Өліп қалдық, достар. Міне, осы ғой. Орманның бір құсына ұқсайды екен. Кешіңіздер реклама шығып кетті. Міне, орманның бір құсына ұқсайды екен. Молодец, пацан. Давай, пацан. Өлтір. Достар, бізде $9700 бар. Бұл ойын кімге ұнайды? Комментарийға жазып кетіңіздер. Бұлайынша өздеріңіз ойнап көрдіңіздер ме? Сол маған қызық болып тұр. Соны комментарийға жаза кетсеңіздер. Және де маған бір сұрақтарыңыз болса, жаза кетіңіздер. Оны да сіздерге жауап беретін боламын. Ничья, достар. Так, міне. Кешіңіздер реклама шығып кетті. Достардан қараңыздар. 6 оқты пистолет. Кеттік, достар. Барлығымыз осылай баратыр едік. Нәден құлай деген бәрі. Достар, өліп қалдық. Давай. Жас зомбиге сенеміз. Ё-май. Аюға ұқсас больничныйдан шыққан зомби келеді. Достар, мен сізге келесі бөлімде классическийді ойнап көрсететін боламын. Онда адам мен адам, спецназ бен террорист бір-бірімен атысатын болады. Тоже бұяқта да өздеріңіз білесіздер. Не істесеңіздер де, спецназ болсаңыздар да, террорист болсаңыздар да, ол зомбилерден сәл қиындау болады. Себебі зомбилерден тығылып жүресіздер, ал мына жерде спецназ бен террористте атысасыздар. Бәрібір қошқанмен ол осы бір жағы
Кешіріңіздер достар. О, стиль жас зомби. Мынау адам зомби дегенде. Содағы міне екі бестікті сатып аласыздар. Оп-оңай қалай соны біреу болады десеңіздер. Мен мысалы мынау отырмын қоршаңақ мені өлтірген. Екі бестікті аласыздар, сосын қалқан аласыздар. Болды. Мынандай көздеген кезде былайша пистолет, қару өтейді. Ал қалқан болған кезде қалқан просто жабылады. Сондықтан өстіп атасыздар. Міне, өліп қалдық. Тағы бір скелет досымыз. Мәссаған, ол да өліп қалды. Әттеген-ай. Мәссаған. Барлығын өлтіріп жатыр ғой шетінен достар. Шетінен қырып жатыр ғой. Достар. Тоже комментарийға жазып кетсін. Достар. Және де мен келесі бөлімде сіздерге өте мықты қаруларды алып көрсететін боламын. Олар қалай атылады, бәрін түсіндіремін. Достар, біз өлтірген бұл емес, осы. Достар, 100 өмір болып еді. Менің екінші. Достар, кешіріңіздер, не шығып кетті реклама. Тағы да. Достар, шама даусына шағетсе. Азайтайық. Азайтамыз. Сәл-сәл азайтамыз. Өсейдің ең дауыс болсын. Білсе? Ё-майо, достар. Қараңыздар. Мындайды алып алуға болады. Просто пистолетке ұқсау керек та. Басқа бір қолмен ұстайтын қару болса, қалқанмен ойнауға болады. Ал екі қолмен ұстайтын сондай қарулар болса, оны қалқанмен ойнай алмайсыздар. Так. Достар, асылымыз керек еді. Өліп қалдық. Достар, адамдар жеңді. Люди выиграли. Біреу новый раунд қылып жерді. Зомби выиграли. Зомби қарықты. Ал біз жаңа раундқа өшейік. Опа. Достар, так, мына жерде жазып тұр. Бейер деген өлтіртті мені. Бейер қайда? Бейер міне. Осы ғой. Міне осы адам өлтіртті. Мен бұл ойында менің атым Ибраш. Мысалы мен қазір бір адам өлтіргенде сұрауларыңызға болады. Міне Бейер Ибраш, зомбидің қолы Бейер. Енді Олф деген адам мені өлтіріп тастады. Шарк. Олф қайда? Олфты көрдім достар. Достар, келесі классический
подписаңыз мен сіздерге көрсететін боламын. Соның ішінде қайсысы автоматты жақсы көретіндеріңізді айтуларыңызға болады. Мысалы, оны 1-2 деп сағат тілімен айтуларыңызды сұраймын. Мысалы, дробовки дегенде қосау ең бірінші тұрған сағат тілімен санап былай оң жаққа қарай. Ең бірінші тұрған қосау. Солай айтасыздар. Бірінші, екінші деп. Ештеңе жазбай қоюларыңызға болады. Просто осы видеомды бағалап жіберулеріңізді сұраймын. Менің еңбегімді бағалауларыңызды сұраймын. Өтінемін достар. Менің подписчиктерімнің бірі болуға асығыңыздар. Мен сіздерге өте қызықты видеолар түсіріп тұратын боламын. Барлығы қалған сапты. Барлығы емес, енді екеуі. Міне, жердегі бір адамды тағы. Міне, ол қалған ұстап алыпты. Төбеде тағы бір қалған ұстап алған адам отыр. Достар. Так. Ой, құлап қалдық. Қазір ол бізге ештеңе емес. Кедергі келтірмейді ойынымызға. Достар. Ниче. Осымен мен видеомды аяқтайтын шығармын. Менің каналыма подписаться етіп. Подписаться деген қызыл кнопка тұрады. Соны сұр түске айналдырып жіберген кезде вы подписаны деген жазу шығады достар. Сол кезде қасында қоңырауша пайда болады. Сол қоңыраушаны басып 3 жазу шығады. Ең төбесінде әкімде әрқалай шығар. Все деген жазуды басып жібересіздер. Сол кезде менің арнама тіркелесіздер. Және де маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен ойлаймын, сіздер менің еңбегімді бағалайсыздар. Осымен достар, сау болып тұрыңыздар. Осымен видеомыз тәмам. Қош сау болыңыздар.